Уақыт қалай зымырайды білемін, кеше ғана балапандай жүр едің, қалаған соң сүйгеніңді жүрегің, бақытыңды тіледім. Маңдайдағы жана берсін жұлдызың, барған жерде ашық болсын нұр жүзің, жан жарыңмен бақытты бол жан қызым, жан қызым. Қимайсың ау бал бақытты шағыңды, Алла сенің адал етсін жарыңды, бағалай біл басыңдағы бағыңды, жан қызым. Аруларға келін болу ізгі арман, келіндерден аяулы бір із қалған. Осы отырған аналарда кезінде дәл өзіңдей қыз болған. Маңдайдағы жана берсін жұлдызың, барған жерде ашық болсын нұр жүзің, жан жарыңмен бақытты бол жан қызым, жан қызым. Қимайсың ау бал бақытты шағыңды, Алла сенің адал етсін жарыңды, бағалай біл басыңдағы бағыңды, жан қызым. Дастарханымыздың төріне келген мың жылдық құдаларымызды тікемізден тік тұрып, шапалақты мық тұрып, бәріміз жымиып күліп, мойнымызды бері қарай бұрып, бүгінгі бұл тойға тамсанамыз. Ортаға мың жылдық құдай қосқан құда-құдағиларды қарсы аламыз, қаттырақ қол соғамыз. Той төрде мың жылдық құдалар. Қай халықта құда болу бар десек те, құдасын құдайдай сыйлайтын қазақ қана. Бұл қасиет кеше ғана емес, қазақ болғалы қаннан қанға жалғасып келе жатқан сүйекке сіңген қасиет. Бұл дәстүр ғасырлар емес, заманалар зымыраса да шайқалмайтын, лайланбайтын, иілмейтін сыйласық. Қазақ құдасының асы бас, отыратын жері төр демекші. Ал ендеше құтты құдаларымызды төрімізге шақырайық. Бәрекелді, ал мінекей ат-артып алыстан келе құшақ жайысқан, қызын алып қызы берген, қызықтарын бір көрген, құдайына қимайды, құдайындай сыйлайды, құда-құдағи қош келдіңіздер. Енді мынау құда болсаң шыда деп ортада құдаларды бір жақсылап билеп алайық. Бір әзірменнің ырғағына кеттік жіберем. Ал бәрекел, қанекей, ағалар қайда, апалар қайда, құдаларды жақсылап тұрып билетеміз, ортаға келдіңіздер. Ағалар, апалар.
бер, мына Бәрекелді, рахмет, тамаша, қандай би, әдемі тамаша құда-құдағилардың би, рахмет, қош келдіңіздер. Ал енді төзімдеріңізді тоздырмай, уақыттарыңызды оздырмай, берекелі жайылған дастарханның басына құда жекжаттың қасына жайғасуға рұқсат етіңіздер. Ал келіңіздер, бұл барша қонақтарымызды, үлкен кіші, кәріміз, ағайын туыс, бәріміз ақ дастарханның басына, туға туыстың қасына жайғасақ келіңіздер. Ал құрметті қонақтар, орындарымызға жайғасайық. Ақ дастарханымыздың басына қонақтардың, игі жақсылардың қасына келіңіздер. Төзімдеріңізді тоздырмай, уақыттарыңызды оздырмайық деп жатырмыз. Мінекей, үлкен кіші кәріміз, ағайын туыс бәріміз құтты орындарымызға жайғасайық деп жатырмыз. Ал мінекей, құрметті құда-құдағилар, араласып болайық деген ниеттеміз. Мінекей, бір-бірімізді танысып, білісіп отырайық деген ниетте өз құтты орындарыңызға жайғасаңыздар деп жатырмыз. Бәрекелді. Ал ассалаумағалейкум, той деп келген жамағат, армысыздар ағайын туған туыс жұрағат. Бісміллә деп кеш бастайық, тебірене толғана, бір Алладан болсын бізге аманат пен саламат. Жаратқан иеміз жар боп молына төксін шапағатты, жүректерге тілейміз мөлдір таза махаббатты. Бас қосқан жастарымыз бақытты болсын деген ағайындар, қаттырақ бір соғып жіберейікші, алдыменен шапалақты деп Ал енді сыйға-сый, татиды екен сұрамалға тәңірім бақ бірсінші сұрағанға, ағайын бір одан да қаттырақ қол соғайық төрді отырған 1000 жылдық құдағи мен құдаларға деп бір шапалақ соқпайық оларымыздегі. Ал мынау қар келген қадамдарыңызға гүл бітсін, Алланың нұры жаусын. Мінекей елмен ел қосылып, егіз болып, көлмен көл қосылып, теңіз болып жатқан жайымыз бар. Ортада Жаңалық ағамыз бен Айсұлу апамыздың үйінде үлкен жиын, үлкен той. Ол тойдың себепкері көздің ағы мен қарасындай болған Айсұлу қарындасымыз бүгінде бой жетіп ата-анасының рұқсатын алып, өмірлік теңдесін тауып, көрші бәйтерекке ұя салуға ұшып бара жатқан жайы бар. Ендеше осындай мәні бар, сәні бар, берекелі тойдың куәгерлері болып отырсыздар. Ал біз ортаға осынау еліміздің іргелі күйеу баласы кім болды екен? Бірінші сол күйеу баламызды ортаға алдырып алсақ деген ниетті жөн санап отырмыз. Ендеше ел ардақтар сыйлығы көңіліңе түймұны. Қазағымның бір гүлін, қазағымның сүйдолы, қызға келін болу хақ, бұл даланың бұйрығы. Қызым, қыз кісі қызыма келді, жүзгісінің ішінен таңдағана бір кісі деп, қызымыз таңдаған, қызымызды таңдаған күйеу жігітіміз кім болды екен ортаға қарсы аламыз. Қаттырақ қол сұқпамыз, той төсіне күйеу жігітіміз. Жарасып тұрмыз, қосып алмай жүрміз. Көресің, ай көресің. Рахмет, мінекей. Қол толды міне құшаққа гүл шоқтары. Күйеу балаға шашқан шашудан алып отырыңыздар. Ал есімі кім болды екен күйеу баланың? Өзінен сұрап білейік. Есімім Ғани. Бәрекелді деп бір Ғаниға қошемет бар ма Ғаниға? Рахмет, екінші сұрақ. Ғани, жай жүрсің ба негізі? Жай емес, махаббатымды алып кетуге келдім. Бәрекелді негізді айдылуға. Рахмет, бәрекелді. Мақсатына жете берсін деген ниеттеміз. Мінекей, боласың Алла бұйырса бүгіннен бастап күйеу бола болғайсың үш жүрдіңа сүйеу ғана. Айнұрымызды аялай біл, қадірлей біл, мұндай қыз бұл әлемде біреу ғана деп бір тағы қол соғып қойыңыздар мінекей Ғани ұлдарымызға. Ал енді құрметті қонақтар, бүгінгі тойымыздың себепкері болып отырған мінекей Жаңалық ағамыз бен Айсұлу апамыз қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, табандан сыз өткізбей, маңдайынан күн өткізбей, аялап, мәпелеп, осы күнге алып келген Айнұр қарындасымызды да ортаға шақыратын уақыт келді. Ендеше осынау бүгінгі тойға тамсанайық, би билейік, шарықтатып ән салайық, үлкен кіші ағайын рұқсат болса Айнұр қызымызды ортаға қарсы алайық, қаттырақ қол соғайық. Сырға бағасың, бұташым бізге әлі қаласың. Мінеке көзді ашып жұмғанша, ұяңнан құстай ұшып барасың. Тербетіп ауылының даласы, құдағы бегі үйдің арасы.
садайын арымды, сыйлағын сүйіп қосқан жарымды, тастай бат судай сіңіп елімен, алдына тәңір ашсын бағымды. Тербетіп ауылының даласын, құдағы бегі үйдің арасын, ойпырмай әдеміне дегенше, қалқатай ұсатылып барасың. Апа тек күйеуінің анасын, ата тек күйеуінің әкесін, оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Тербетіп ауылының даласын, құдағы бегі үйдің арасын, ойпырмай әдеміне дегенше, қалқатай ұсатылып барасың. Апа тек күйеуінің анасын, ата тек күйеуінің әкесін, оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Шүметтеп қосып отырыңыздар. Мінекей, ардақты ағайын, ақтысы ақшақардай аппақ екен, Айнұржан ел жұртының мақтан екен. Керемет хор қызындай перизатты Ғани бауырымыз қайдан іздеп тапқан екен деп қойсаңыздар, иә? Ал енді мынау екі жастың көтерген шаңырақтар ешқашанда құламасын, жастар қол жайып ешкімнен еш нәрсе сұрамасын. Алла сәтіне салып осынау Ғайнидай ұлымыздың құшағында Айнұр қарындасымыз ешқашанда жыламасын деп бір шапалақ соғып қойыңыздар. Ал енді қолында шоқ гүлдері бар екен, біреуі әрине дүниеге әкелген анасына арналған болса керек. Ендеше осы шоқ гүлдерін тапсыруына рұқсат етіңіздер деп мінекей тағы бір ата-анамызға бір алғысымызды білдіріп өтейік. Тұра ғой, Ғайни, тұра ғой, қасына келіп өзің тұра ғой. Мінекей, екі жаман қосылса арылдасар, таласар, екі жақсы қосылса қол ұстасар, жарасар дейді. Ендеше ал ендеше мінекей ардақты ағайын, жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат дейді. Мынау аттан жылсақ та салттан жылмаған қазағымыздың кәделі салты бойынша дәл осы жерде көпшілік төрт көз түгел ағай туыстың ортасында Айнұр қарындасымыздың сырғасын салып белгісін тақсақ деген ниетті қолға сұрап отқан жайы бар. Ендеше мархабат сол рәсімді жүзеге асыруға рұқсат етейік деп жатырмыз. Ортаға құрметті қарындастарымыз, қыздарымыз, жаңа көрпешемізді әкеліп жайып қойсаңыздар, Айнұр қызымызға сырғасын салатын құда мен құдағиларды ортаға шақырайық. Келіңіздер, ал келіңіздер, тамаша қызықты көріңіздер. Ал бәрекелді, ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қадірменді, мынау болғалы тұрған жаңа құдалар, мынау сіздермен құда болып жатқанымыз өте қуаныштымыз. Енді жалпы жаңа Асау айтып өтті ғой, аттан құласақ та салттан құлақпаған қазақпыз. Негізінде біз сырғасын салайық, мынау сіздермен құда болайық деп арнайы келіп отқан жағдайымыз бар. Ызғар екен, тағы да ызғар екен, бізде жігіт, сіздерде қыз бар екен. Бұнысына өмірдің шүкіршілік жолықтырған сіздерді тұз дәм екен дейді, дәм тұз жазып, осы елмен құда болғалы келіп тұрмыз. Енді қазір сырғасын салайық, одан кейін біз келген мына құдалар составымен сіздер таныстырайық. Өйткені біліп отырыңыздар, бізден бөтен адам келген жоқ. Осы Жамбылмен, Гүлден тәтеміздің жездеммен осы кісілер міне нағыз ет жақын ағайын, туған туыс бауырларын ертіп келіп отыр бүгін. Ендеше құрметті қадірменді ағайын, құдадан рұқсат алайық. Құдаге атыңыз кім болады? Жаналық, жаңалық құда, рұқсат етсеңіз, мінекей аяулы ардақты қыздарыңызға міне бізде сырға салып, белгісін тағып, ауылымызға алып кеткелі келіп отырмыз. Басымызды иіп келіп отырмыз. Мінекей Ғанидай батырдың қолына Айсұлудай аруды қондыруға келдік. Рұқсат етіңіз. Рұқсат етесіз бе? Айнұр ғой, Айнұрдай қарындасымызға.
ендеше бір ду қол шапалаққа ұрып қояйық. Мінекей құданың рұқсатын алдық. Ал тәтесіге құтты болсын. Келініңіз мінекей бұл енді Ғанидың анасы, мен жанымда тұрған бұл кісінің Құдай қаласа Айнұр екінші келіні болғалы жатыр. Өзі кісінің өмірге келген 3 ұлы бар. Құдайға шүкір мінекей енді екінші ұлын үйлендіріп жатыр. Құтты болсын. Біз де өте қуанып келдік бүгін. Мен нағашысы болам, Ғанидың атын берам. Ендеше сырғасын салайық, сосын таныстыра жатамыз ары қарай. Бисмиллахиррахманиррахим деп мынау біздің қолымыз емес, Бипатима піріміздің қолы болсын. 2 жас бақытты болсын, өмірлері сәнді мәнді болсын деген ниетпен міне қазақтың салт дәстүрі бойынша келініміздің сырғасын тағайық. Музыка қойсаңыздар тіпті әдемі болып кетейін деп тұр. Ырыс ынтымақ, береке бірлік әкелетін жақсы келін болсын деген Алла тағаладан ең бірінші тілегіміз бар. Ендеше сол тілектер қабыл болсын. Ғани екеуі бақытты болсын. Ең бас шапалақ ұрып отырайық ағай. Сырғасын тағып жатқан осы әулеттің ең үлкен келіні, Мұрат ағамыздың жан серігі, өзіміздің жеңгеміз, құдағиымыз қазіргі таңда Нұржамал апамыз салып жатыр. Бұл кісі де өсіп өнген. Біздің гүлден құдағиларымыздың абысыны, ең үлкен туған абысыны шапалақ ұрып қойыңыздар. Осы кісілердің жолын берсін деп ниет етіп жатырмыз. Құтты болсын, келін жан сырған құтты болсын. Жақсы құтты келін бол біздің елге деген ниеттеміз. Бәрекелді, рахмет. Ал құда іні сөзін жалға деймін, әзілдесем көңілімізге қалма деймін. Құдамыздың түрінде сөйлеген сөзіне қарасаңыз, құдамыздың да бір асабалыққа жақындығы бар ма деймін деп бір қошеметтеп қойсаңыз. Рахмет. Ал енді құтты болсын деп жатырмыз. Сырғаларыңыз салған құтты болсын. 2 жастың денсаулықтары мықты болсын. Ата-ананың үміттерін ақтай берсін, махаббатты мәңгілік сақтай берсін. Енді осы жерде 4 көз түгел 2 жасымызға арнап ауылымыздың ақсақалы төрде отырған үлкен төңкер атамыздан бір бата сұрайық. Содан соң берекелі ақ дастархан басына жайғасатын боламыз. Ендеше Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағала бізге қыз берді, Алла тағала сіздерге ұл берді. Алла тағаланың бір ашық аспан күні қос балапанның адам жүрегін қосылуымен бүгін дәм тұзымыз айқасып үлкен қуанышта берекеде отырмыз. Қос балапан мәңгі жұбын жазбайтындай, ағайын туысын ренжітпейтіндей, ортамызда бір асыл семья, алып жүректі азамат болып өсіп ұрпақ жайып, мына бір жаңадан құрылып жатқан еліміздің тірегі болатындай ұрпақ өсіп, барлығымызды қуантып, елімізге елі, еліміздің серкесі, еркесі болатындай адам өсіп өнсін. Тойымыз той қыласын, қос балалар бақытты болсын, 2 жақтың құдағилары мәңгі жүректеріңіз біріккен, ой санаттарыңыз бір-бірлеріңізге қосылған адам ниетті өмір сүріп сыйласып өтейік. Мен айтқаныңыз келсін, атаға не керемет бата жаратқан еміз дарын берсін, жастарға осындай үлкен аталарымыздың жақсы жолын берсін деген ниеттеміз. Ал ендеше мінекей хақ тілектер алға берсін, қос бірдей жастарымызды, тойымыздың азамат болар жігіттің нар өзіне лайық, батыр болар жігіттің жар өзіне лайық, қарап тұрсақ 2 жас бір-біріне лайық, жастарды қол соғып қошеметтеп той түріне шығарып салайық. Бәрекелді, ақ дастарханның төріне, тойымыздың өріне бәрекелді. Қашуаты жанары жана берсең, жұмбайлардың жалғары бола берсең, келген жылдар қосылған 2 жастар, бақытыңмен байлығын ала келсең, оған Бәрекелді, рахмет. Ал ардақты ағайын, айналаңа қараңыз, бұл бүгінгі қуанышты жақсылыққа балаңыз. Өмір тойы, көңіл тойы, үйлену бір мәңгі өктем күйгену, жаңа таудың қабырғасы қаланып дүниеге тағда бір үйгелу, алтында тас, таста тас, жақсыны жақсы тастамас, тіршілікте керегі ағайындар қосыла берсін,
басқа бас деп бүгінгі мерекелі берекелі кешімізді сіздерден рұқсат сұрап ақ тілектерімізбен ақтып жүрек жарды лебіздермен тоғытқанды жөн санап отырмыз. Ендеше аталы сөз, баталы сөз бүгінде екі жасқа арнаған алақандай жүректерінде алатаудай ниеттері бар. Дастарханымыздың төрінде сақалмен сән берген, мақалмен мән берген ақ сақалды аталарымыз бен ақ жалықты әжелеріміз аналарымыздың ақ тілек, ақ батасымен бүгінгі кешіміздің бет пердесін ашып алсақ деген ниетті жөн санап отырмыз. Ендеше ағайын туға дос бүгінгі бұл тойға тамсанайық, әулеттің үлкендерін тойымыздың төріне қарсы алайық. Төңкер атамыз бастаған Мөріп апамыз қостаған Қаржобай ата, Жәрей апамыз, Қибат ата, Қазима апамыз, Риза, Жақан, Кенжехан, Шәріптей ағапаларымыз, Сағай Болат, Мерейхан, Мұхаммед, Жайнагүлдей ағалар, апалар, жарқын жағалар той төрінде қарсы алайық. Қол соғайық, келіңіздер, ақ тілек ағытып беріңіздер. Ортаға билет, әулеттің үлкендері той төріне шап шапалақтарыңызбен. Сезім қаласын теңемедім өзіңе көздерімнің қарасын болмас екен қадірлім сезіміме таласын емдейтін сен деп жүрсем жүрегімнің жарасын аягөз қайда барасың аягөзім қадірлім ақ жүзіңді сағындым бұл жалғанда мен сенің айнымайтын бағыңмын жанарыңнан айналдым әгөзіңдей рахмет ал аталар, апалар, жарқын жағалар қош келдіңіздер. Мінекей дәм жасса талай тойда кезгелеріміз, күн сайын өркендеріміз өзгерерміз. Ақтарылсын, шашылсын тойда шашу тәттер, тәттілерің ақтарылсын, ақ ниет тәтті лебің. Бүгінгі екі жастың қуанышына ата әжелер айтсын шалдымен ақ тілегін деп қош тілек тізгін бірегі ал атамыздан бастайық. Бүгін Алла тағаланың бір ашық аспан күні қос балапанымызды алақанымызға сабаялап дәм тұзымызды айқастырып жатырмыз. Енді осы дәм тұзымыз мәңгі жалғасып, осы құда-құдағилық сыйласымыз мәңгі болсын, балалар бақытты болсын, дендері сау болсын, үмітімізді ақтайтындай азамат болсын, ата-аналары алақанына сабаялап өсірді, жеткізді. Енді одар кейінгі аталарына ақыл айтатын үлкен азамат болды. Осы азаматтығын, азаматшалығын ел жұртына көрсететіндей мықты азамат болып, бақытты семья болсын. Армысыздар, туыстар, құдағилар, жолдарыңыз болсын. Алла сен кеп қалдыңыздар міне біздің ортамызға. Енді жоғарыдағымыз айтып кетті ғой, бізде қыз бар, сіздерде ұл бар. Бірақ енді бұл өмір деген ғажап. Алтайдың арғы бетіндегі қазақ керейлер мұндағы арқаның арғындармен, кеместермен құда боламыз деп ойлағанымыз жоқ. Бұл тағдыр, бұл бірінші. Екінші тәуелсіздің арқасы. Қазақпен қазақ қосылып, жаңағы өлгені тіріліп, соғылған табылып, бірімен бірі құда болып, құдағи болып, ойнап күліп, қыз беріп, қыз арысып отыр деген бұл бақыт. Бұл заманның балалары, сіздер мен біздер өте бақыттымыз. Бұл не үшін? Бұл біздің келешегіміз үшін, біздің тәуелсіздігіміз үшін, еліміздің амандығы үшін. Сондықтан біз еңбек етуіміз керек, жағаласуымыз керек, күресуіміз керек. Ал енді мына өңір жылдан көңілме дейді, күйеу баламызда жақсы өскен бала сияқты, өңір жылы. Біздің қызымызды енді өзіміз жақсы білеміз, өте жуас, артық сөз жоқ, қолынан көп іс келетін осындай баламыз. Енді мен мына кісі екеуміз болғанда сол мына жаңағы Айнұрдың ұл атасы Құланбай деген кісінің оғылдары боламыз. Енді бұндай бақытты көреміз деп ойлағанымыз жоқ. Үлкен жаста келіп қалдық әрине.
айналайындар енді. Екі балапаным бақытты болыңдар. Енді Айнұр, сенің шыққан тегің жаман емес. Тегің жақсы. Ағаларың бар, аталарың бар міне жанында тұрған. Енді сен бізден алыстап бара жатсың. Сенің сүйегің мәңгі бізде. Жаның міне өзіңнің жарыңның мен бірге осы Темештен өмірге болады. Енді сен біздің баламыз емессің. Енді сен Темештің баласың. Соның шаңырағын көтересің. Солардың баласын өсіресің. Солардың адамы боласың. Артыңа қарайлама, алаңдама, бауырларың, туыс-туғаның, әкең, шешең бәрі аман. Сондықтан мықты азамат болып өсуің керек. Жаңа екі жаққа бірдей болыңдар. Күйеу сен де сол. Енді бұрын өзіңнің әке шешең дейтін болсаң, енді мұнда жаңа әке шеше таптың. Сонда екі жаққа бірдей болғандарың дос. Жақсы жүргендеріңді тілейміз. Бақытты болыңдар қарқадарың. Әр уақытта сендердің бақытты болғандарыңа тілектесің. Рахмет. Жамағат барлықтарың, отбастарыңа, ауыл аймақтарыңа амандық, тірлік, мықты денсаулық тілейміз. Соның ішінде енді міне Ботақаным Қарғам Айнұрым, өзіңнің енді өмірлік жарыңды, өмірлік серігіңді тауып алып жатсың. Ал енді ана тұрған күйеу бала саған Айгүл аманат. Елден, жұрттан, дүние жүзін шарлап жүріп, біздің Айнұрға серік болған екенсің. Осы серіктігіңді мәңгілік сақтап, құрмет сыйыңды мәңгілік сақтап, екінші енді құда мен құдағи сіздерге де аманат. Неге дегенде біздің ортамыздан кетіп барады. Ол отбасының тәрбиесі мүлде бөлек. Ол отбасының мысалдап айтқанда істейтін шаруасы, атқаратын шаруалары, міндеттері мүлде бөлек. Сондықтан енді екінші сіздердің орталарыңызға барғанда оның енді сіңуі атаменен анасына байланысты. Сіз екеулеріңіздің қабақтарыңызда нұр жауып тұрса, ана екеуінің де қабағынан нұр жауып тұрады. Сіз екеулеріңіздің қабақтарыңыздан от тұнжырап тұрса, он екеуі де солай болады. Сондықтан енді тек қана құлыншағым жыламай жүрсін, еңіремей жүрсін, туған жол көрсететін мықты семья болсын. Бұлар енді біздің заманымдағызда құсаған емес, қазір көз ашық, оқыған, өркенді отанында, елінде, жерінде өсіп-өнген балаларсыңдар ғой. Сендер бізден артық нәрсе білесіңдер. Бірақ та қазіргі заманда мына азғындық деген жаулап тұр, жамандық деген жаулап тұр. Осыған ілеспеңдер, ермеңдер, мықты болыңдар. Бір ағайын туыстарың шөлдеп келсе, шөлін қандырып, ұйқысын қандырып, жайылып, жастық болып, иіліп, төсек болатындай осындай мықты Ақорданың иесі болыңдар қарқап. Аман болыңдар, сау болыңдар. Ассалаумағалейкум, ардақты, құрметті құдадар. Қыз өссе, ауылдың көркі, ұл өссе, елдің көркі дегендей бүгін. Сіздерден ұлдар өсіп, бізден қыз өсіп бүгін. Төскейде малымыз, төсекте басымыз болған бүгін Құдай дескен құда болып жатырмыз. Құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз 100 жылдық болған. Алла бүгінгі бізге берген нығметтіміне. Екі баламыз бақытты болсын деп дейін барлықтарыңызға. Ал енді құрметті құдадар, жаңа біздің ағаларымыз айтып кетті. Енді бүгінгі қуаныш керемет сезімдеміз. Неге бұл? Ата жұртқа оралған екі елді мынау үйір басқаны ноқта қосады, ата басқаны мына ұрпақ қосады дейді ғой. Бүгін міне екі рулерді қосқан үлкен мына мерейлі тасқан үлкен қуаныш болып жатыр. Сондықтан енді екі баламызға ұзақ ғұмыр бақыт тілейік. Осылардың бақытын көруге Алла бізге нәсіп етсін. Ал енді екі балам өмірде әлі де сырғалаң өмірлері көп. Сол өмірден қалмай, еңбектене жүріп, осы екі руды елді бақытты болдыруға мен енді сенемін. Сондықтан екі рудың ортасындағы дәнекер болып, ұзын үлкен көпір болып өсулеріңе Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңыз осындай той-думан, берекелі күндеріңіз көп болсын. Тек бізде сіздерге айтарымыз, алыс-беріс емес, осы екі баламыздың бақыт үшін, осылардың қуанышы үшін Алла сіздерге жастықты көрсетіп жатсын деп тілеймін.
Ал енді міне жерде біз кішкене таныстыра кетсек деп жатырмын. Менің атым өзім Жақан деген жігіттің осы Алматы өлкесінен көшіп келгеніне бір азғантай уақыт болды. Бұл жерде енді мынау Керей жұртының Абақ Керейдің ішінде Жәнтекей қан кетті деген ұрудан 2 шалдың ұрпағы 92 жылы алғаш мынау Қазақстанның есігі ашылған кезде көшіп келгенбіз. Соның ішінде енді 2 әкенің балалары мына жерде Сатқожа Тұрап деген кісілердің ішінде бала ұрпақтары тұтастыра кетейік. Мына кісі Тұрап деген кісінің үлкен ұлы Монғолияда мына Күйрек үлкен дәрігер, Монғолия халқының еңбегін сіңірген дәрігер. Күйректің бұл кісі қазір пенсияда. Мына кісі сол кісінің семьясы. Ал енді мына кісіні кейбір кісілер танып отыруы мүмкін. Евразия институтының университетінде профессор, доктор, түріктанушы, тарихшы, және де түрік халқының және түрколог танушы профессоры. Мына елімізге әкелген күлтегінің еңбегін қосқан осындай атамыз. Бүгін өзді мына 6 атадан қалған кенже атамыз осы кісі отыр. Ол кісінің семьясы енді жерде бауырымыз тұр. Осы мына кісінің інісі қазір мынау Сапиевка ауылында басында школ директорының орынбасары болған, математиканың мұғалімі, қазір бұл кісі сол математикадан сабақ береді. Мына кісі енді осы жаңа құдаларыңыздың үлкен әпекесі қазір Павлодар облысының Ақсуында тұрып жатыр, бұл мына қуанышқа қатысып отыр. Міне жерде мынау тәтеміз, ағамыздың қарындасы. Міне жерде келініміз, мына бауырымыздың үйші, өзінің жеке кәсібі бар. Міне жерде енді мынау жаңағы құдаларыңыздың ағасы Болат деген жігіт. Міне жерде құдаларыңыздың үлкен жездесі, суреттің мұғалімі Мұхаммед деген жігіт. Міне жерде мынау жеңгесі, ал енді мынау құдаларыңыздың үлкен ағасы бұл өмірден қайтқан, сол кісінің семьясы. Ал мына арада менің үйшім, мына арада жаңағы болса құдаларыңыздың үлкен екінші әпкесі, ана кісінің семьясы. Мен тұрған екісі. Міне екісі құдағиларыңыз. Ана жақ дүние персі, міне жерде мына құдаларыңыздың енді ағасы мен жеңгесі. Бұнау бір шалдан өсіп-өнген ұрпақтар. 4 ұл 1 қыз. Біріміздің Сатқожа ұрпағынан біз 4 ұл 2 қыз болғанбыз. Атадар болған. Содан тараған ұрпақ. Ең үлкені қазір дүз 6 жаста әжеміз бар. Ол кісі бүгін тойға қатыса алмады. Жолды бетте тұрады. Осындай Керей руының Хангелді деген ұруымен құдалас болып жатсыздар. Міне жерде мына ағамыздың жолдасы Монғолияның Байбесік өлкесінің аға ұстазы, көп жыл мектеп директоры болған, оқу артының немесі еңбегі сіңген ағартушы. Қазір енді атамызды күтіп, енді осы жерде демалыста жүріп жатқан осындай жайымыз бар. Ұрпағының қызығын көріп, балаларымыздың алды Америкада тұрып жатыр бұл кісінің балалары. Сол Түркияда тарадай шашылған қазақ енді бір жерге жиналып, көк тудың астында Алланың құдіретіне сіздермен бізде қауыштырып, бүгін құда деген осындай үлкен атқа ие болып жатырмыз. Қуаныштымыз, Алла бұндай намет бізге берген Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Арыдан таныса жатасыздар, ұрпақ біздің ауылда енді көп сөйлеп кетсем арғы уақыт кетіп жатыр. Үлкен әулет біз, мынаның жартысы келіп тұр. Сондықтан Алла біздермен сіздерге құдалығымыз 1000 жылдық, кеудеміз 100 жылдық, 2 баламыздың бақытын деген осындай қуаныш күндер көп болсын. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Сонымен қатар Данай әпкесі бар екен ортада. Мінекей, ол кісінде тілегі бір, жүрегі бір, жаңа мен өткізіп болған сияқтымын. Данай әпкесі де келіңіз, тілекке қосылыңыз деп жатырмыз. Ал мінекей үлкен ағалар, әпкелері тілектерін білдіріп жатыр. Ал апамыз жалғасыз. Басқалар енді Алла алып кетті ғой. Біз үлкен әулет, біз өте тату тәтті, осындай үлкен әулет біз мына біздің ауылда білім қуған әулет біз. Және қалың ағасының артынан ерген доктор науктар бар, магистранттар бар, ғылым докторлар бар, осылай оқып жетілген осындай әулет біз. Аллаға тәуба, ұрпағымыз өсіп өніп міне бүгін күнге жетіп жатырмыз. Қыз өссе елдің көркі дейді. Көркіміз болған Айнұркамызды сіздерге аттандырайық деп
қимай көзімізге жас толып осылай толқып тұрмыз. Мына жаңалық деген құдаларымыз мен келін болып түскен жыл туып еді, 1974 жылы. Содан бері міне 50 жыл осы әулеттің отымен кіріп, күлімен шығып, балаларын ұрпағын өсіріп, тәрбиелеп, осылай халге жетіп, бақытты әже болып отырмын. Осы күніме тәуба деймін. Емші аға дейміз, ағамыз, алдымыздағы ағамыз жол көрсеткен, және жаңалықтың әкесі кіші аға дейміз, сол кісінің тәрбиесімен, осы кісінің өнегесімен өсіп жетіліп, артымыздағы ұрпағымызды өсіріп, осындай халге жеткізіп, Қазақстанымызға көшіріп әкеліп, осындай халге жетіп, үлкен әулет болып, міне осы бақытты өмір сүріп жатырмыз. Енді қарғам жаңалық, Айсұлу, сендер де үлкен азамат болдыңдар. Міне алдыңғы балаларыңды аттандырып жатсыңдар. Осыған Аллаға тәуба. Осыны көре алмай кеткен Сәмен мен кіші ағам енді бір аунап түсіп жатқан шығар, ұрпағым өсіп жатыр деп. Бұл істер де үлкен әулет, 5-6 бала бір үйде өсіп жетілді. Жайна деген қызы бар, Қибат деген қызы бар, Данай, Тәкен, Болат, Универ деген бәрін айтты, және таныстырды. Енді тойларың тойға ұлассын. Балаларың барған жерінде балдай батып, судай сіңіп, үлкен бір жақсы, мықты, өзіміз сияқты бір мықты семья болсын. Сол барған жерім бақытты етсін, Айнұр қарғам. Бақытты бол жаным. Қани қарғам, қол ұстасып, аман есен, осылай бақытты, бір білімді, парасатты, үлкен бір семья болыңдар. Аталарың мен апаларыңды, ауыл аймақтарыңды сыйлаңдар. Айнұр, саған сенем. Айнұр өзі өте аккуратный, кішкене күннен осындай ұқыпты, тәрбиелі осындай қызымыз болып өсіп келді. Енді бақытты бол жаным. Басқаны айтамыз, енді бақыттың ішінде бәрі бар, бақытты бол. Жаңа туыстарыңның шашуы. Ассалаумағалейкум, барлық сөз айтылды. Мынау атам қазақ тегін кім деп сұрайды. Сіздер орта жүз Қыпшақ болса, біз орта жүз керейміз. Қыпшақ, қара Қыпшақ, Қобыландының ұрқы, Қажы Мұқанның ұрқы екенсіздер. Сондықтан текті жеріне біздің балаларымыз барып отыр. Бізде Керей Батыр Жәнібектің ұрпағымыз. Сондықтан рулы ел, елге ел, етекке жем қосылып, бір-бірімізге араласып, төсекте басымыз, төскейде малымыз қосылып, құда болып жатырмыз. Құдалығымыз 1000 жылдыққа жалғаса берсін. Сіздер де, біздер де аман есен, ер ерге, ел жерге қаратпайтындай осы екі баламыз бақытты болсын. Бізді табыстырып отырған сіздер мен біз емес, бірінші дәм, екінші осы екі баламыз. Сондықтан айналайын, екі баламызға айтарымыз, бізді ерге де, елге де, жерге де қарататын сендерсіңдер. Сендер аман болыңдар, бақытты болыңдар. Сені егіннің үлкен, біз әркез айтып отырамыз, анау шығыстың шәкәрім, Мұхтар, Абайдай ұлы тұлғалар туылатын үй болыңдар. Қазақтың келешегін, қазақтың болашағын болжайтын ұрпақ өсіріңдер. Және барлық осындай жақсылық, осындай жастардың қосылуы барлығымызға жұмысты болсын. Енді екі балаларың бақытты болсын, айналайындар. Және құдаларымыз сіздерге де разымыз. Сондықтан енді аман саулықта, осылай той-думанда кезге берейік. Әрбір отбасында осы жақсы жастар берге берсін, іңгәлеген сәбидің үні еттесін. Басқа не тілейміз, амандық әлі талай сөздер айтылатын шығар, сонда кезгеге жазсын. Көп рахмет. Құдадар келген қадамдарыңызға күлбесін енді. Міне дәм тартып енді міне. Құда болып жатыр екенсіздер енді. Ұзағынан болсын, 1000 жылдық болсын құдалыңыз. Айнұр келген, Айнұр. Енді мына қадамын басып жатқан жақсылыққа болсын, екі бала қосақ құдай үйірдерін жазылмасын. Мына бағанан бері айтып жатқан үлкендердің тілегіне қосыламын. Қарған бақытты болыңдар. Жаңалықпен кім екеуің. Енді баладарың енді бақытты болсын енді. Қысқа сөйлейін. Жарай, күнбәтті құдаларға келген қадамдарыңызға көптісін енді. Дендеріңізге саулық, басырға амандық тілейміз. Міне ақ балапайымыз сіздерге жүріп жатырмыз, енді өздеріңіз қанаттығы қақтырмай, тұмсықтығы шоқтырмай өсіріп алыңыздар. Көп сөйлемеген, бәріміз ақым болып кетті. Ассалаумағалейкум. Құдалар, құда болып, төрге шығып, төс қағыстырып, қауышып жатқандарыңыз құтты болсын, құшақ айқастырып.
Оның өзі мына екі баланың арқасы. Осы құдалықтарыңыз мәңгі болсын. Сынасатын емес, сырласатын, сыйласатын құда болуға Аллам нәсіп етсін. Құдалықтарыңыз мәңгі болып, осы екі ауылдың арасына салған көпір мәңгі болсын. Екі ауылдың арасындағы алыс беріс, жүріс тұрыс осы бүгінгі күннен басталды, арғай мәңгі жалғасын. Екі бала бақытты болсын. Екі жаққа да Алла Тағала осы екі баланың қызығын көруге нәсіп етсін. Терезелерің, шаңырақтарың биік, терезелерің тең, қатар құрбыларыңның алды болып, екі жақтың ата-анасына қызық қуаныштарыңды көрсетуге нәсіп етсін. Бастарыңа бас, жастарыңа жас қосылсын, бақытты болыңдар. Біліп өтсін, сіңілім енді күйеу бала бақытты болыңыздар. Мен енді кенже қарындасымын, жаңарықта отырған. Енді сол сіңірме бір кішігім қадырқым бар, соны бересің ендігім. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Әумин айтқаныңызға, болдық деп жатырмыз, қосыламыз ба, қосылайық деп жатырмыз. Енді мынау әрине әке тұрып сөйлеген, ұлдан ана тұрып сөйлеген, қыздан қорық дейді, бір фотоға суретке түспасын деп жатыр Мінекей. Осы жердегі тұра тұрыңыздар. Атайымыз керілмесін, сіздер құрған кереге, өйткені бар бойларыңызда өнеге қуанта берсін. Әрдайым сіздерді бала-шаға, немеремен, шөбере, ақ дастарханның басағай тосының қасына жайғасыңыздар деп жатырмыз. Мінекей үлкендеріміздің тілегі, үлкендеріміздің жүрегі, алдарыңызда құйылған, бұйырған асыл дәмдеріңізден дәм ауыз тиіп татып отырыңыздар. Құрметті қонақтар, ал біз өз кезегінде үлкен ас, үлкен тағамның да дайын болып қалған жайы бар екен. Ендеше ас келеді, аспен бірге киелі бас келеді, ет келеді, ет келсе оны қай қазақ жек көреді деп той төріне үлкен асты киелі басты алдырсақ па деп жатырмыз. Сіздердің рұқсаттарыңызбен қабыл алыңыздар. Рахмет. Мінекей құрметті қонақтар, алдымызға үлкен ас келді, аспен бірге киелі бас келді, жаңбырмен жерді балтамен елді көгерткен мұсылманның баласымыз тойымыздың төрінде отырған құдаларымыздан бір бата сұрайық. Ал көтерейік білекті, дастарханға үлкен құда беріп жіберсін тілекті. Береке берсін асыңа, мереке берсін басыңа. Мынау тойын тойға ұласып, Алла Тағала бар жақсылықты осы үйленіп жатқан екі баланыға Алла Тағала нәсіп етсін. Әумин айтқаныңыз келсін, ата қандай кереген батады. Ал ендеше ас қойдық, екі қолды бос қойдық. Қазақ халқы ет жеген уақытта кедергі жасауға болмайды дейді. Осындай бір тойда бір атамыз ет келген кезде айтты ғой, келді мінекей алдымызға ет, тамада мешет етпей кетті деп айтты дейді ғой. Сол сияқты бөгет етпей мен ана жаққа бара тұрайын, сіздер ауыздарыңыз дәмді, құлақтарыңыз дәмді болсын. Әсем аңкиіңізді алмастырып болсын. Ал жая менен жалдан ал, қазы менен қарта бар, свежий балық бар, қуырылған тауық бар дейді. 5 түрлі салат бар, астармен алып отырсаңыздар. Ыстық тағамдарыңызға тұздық ретінде мінекей әр қазақтың 62 тамырында тулаған қан секілді бойларыңыздан кереметтей орын алсын деген ниетте кешімізді әсем әнімізбен жалғастырып отырғанды жөн санап отырмыз. Ортада қазақтың кербез әнші қыздарыңыз, Ақнұр қыздарыңызды қарсы алайық, ортаға қол соғып тамсанайық деген ниетпен, сіздердің құрметтеріңізге арнап ән салайық деген ниетпен микрофонды Ақнұр қарындасымызға береміз. Көңілде
шығысы болсын деймін. Әніміз жұп болсын, сіздердің құрметтеріңізге ауыздарыңыз әлде. Ай, бәрекелді. Мінекей, қазақ сен думан сауық той деп біл, шүкір Алла тойда дейді қазына, жүрген жері әзіл қалжың базына, той шашу бұл қазаққа емес түк, бұл қазаққа Тәңір берген қазына дейді әсем әнмен кешімізді жалғастырған Ақнұр ханымға алғысымызды білдіріп, біз кешімізді жалғастырып отырайық, әсем ән күй биімізді алмастырып отырайық. Енді мынау ауыздарыңыз дәмді болсын, тағы да өнерпаз бүгінде мың бұралған бишілер, күміс көмей әншілер ағайын туыстың ортасында өнер көрсетсек деген ниетпен келіп тұрған жайымыз бар. Ендеше тағы да өнеріміздің өрінде жүрген мың бұралған биші қыздарымыздың келесі бір тамаша өнеріне тамсансақ па деген ниетті жөн санап отырмыз. Қарындастарымызға алғысымызды білдіріп отырайық деп жатырмыз. Ал енді құрметті қонақтар, алдыңыздағы астан ал, асадасын наннан ал. Бүгінде баланың баладай көңілімен даладай дастархан жайып той жасап отырған той иелерін сіздердің ұстаптарыңызбен ортаға қарсы алғанды жөн санап отырмыз. Асабаның міндеті жақсылап тойды басқару, әншілердің міндеті іштегі сырды ақтару, бишілердің міндеті бар өнерін сапқалу, ағайынның міндеті алдындағы асталу, екі жастың міндеті адаспай жүріп бақтабу, ата-ананың міндеті ұлын қондырып ұяға, қызын қондырып қияға шабыттанып шаттану дейді. Ендеше алтын асықтай ұлдарыңызбен күміс қасықтай қыздарыңызды дүниеге келген алтын басты әкелер, алтын құрсақты аналарымыз ортаға шақырғанды жөн санап отырмыз. Бүгінгі ас иесімен тәтті, сөз жүйесімен тәтті той иелері ортада жаңалық ағамызбен Айсұлу абайымызды ду қол қошеметпен той төріне қарсы алып келгеніміз ақареке ата-анамызды рахмет ата-анамды ұзатса да қимайды ғой қыз баласын, қалай ғана жан жүрегінің сыздамасын балақанға салып беріп жатыр, жұлып алып жүрегінің бір парасын десе де уайымдамаңыздар. Мынау Алладан адамзат перзентті бекерге сұрамайды, жақсы құда-құдағи бірін-бірін ешқашанда сынамайды. Ал осынау ғанидай ұлдарымыздың құшағында Айнұр қызымыз ешқашанда жыламайды деп бір қошеметтеп қойсаңыздар болады екен. Ал енді ардақты ата-ана, мінекей жүздерінен көрем шаттық арайын болсын, солай әрбір күнің әрайын. Тойларыңыз құтты болсын, ата-ана, тойларыңыз құтты болсын, ағайын деп жатырмыз. Дәл осы жерде құрметті жаңалық аға, енді тойдың жақсы өтуі ол асабаға ғана емес, сонымен қатар осы тойға келген қонақтардың той иелерінде көңіл күйіне байланысты дейді. Сол себепті жаңалық аға сізге бір өтініш болып тұр. Мына құдалардың құдайындай сыйлаған халықпыз ғой. Қазір осы жерден билеп барып, құдағиыңызды билеп алып келсеңіз деген сізге бір өтініш болып тұр. Ал қонақтарымыз қолдап, қолпаштап, қол соғып отырады. Бірінші жаңалық ағам барып билеп құдағиын алып келеді.
Содан кейін екінші Айсұлу апайымыз барып құдасын алып келеді. Жарай ма? Кім қалай билейді екен көзді көретін боламыз. Ал дайынбыз ба? Дайын болсақ, жандарымыз арамыз қайда билік билік қайда менде сендей жұлдыз құлани қайда құлани шап шап шапалақ билік баш шаш жүр би құтта би жарасып тұрмыз қосыла алмай жүрміз Барекелді, ой, красавчик пен красавица. Екеулеріңіз сырларыңыз бір сырлас, мұңдарыңыз бір мұңдас. Құда мен құдағи билеріңіз де жода ұқсас екен деп қойыңыз. Ай, рахмет, мінекей. Мынау ағамыз дискотекаға жиі барған көрініп тұр деп қойсаңыз. Ай, жақсы, рахмет. Көрдіңіз ғой, қалай билеу керек екен. Ал енді құрметті Айсұлу апай, кезек сізде. Билеп барасыз, ал құда иди сюда деп құдан алып келесіз, жарай ма? Дайын болсақ кеттік, маэстро музыканы жібере ғой, а? Şatuna suygun ol güller kıyamını Al beni suygun arımın kızıl ravşanım Gülüm əsən ravşanım Şanımdım benim şavlağım kızıl ravşan Şafıkta seni bağlarım kızım dolsan Gözümün arayım Bağımda karayım Ay, bereketi, rahmet. Ой, құда. Дискотека вообще бармайтын көріп тұр деп қойсам. Рахмет, қош келдіңіздер. Ал мінекей аралары тату болып арылмаған арыстан, ауыр жүктің жұмылып бір жағына шығысқан, аман болсын. Құда-құдағи аман болсын, туысқан. Қош келдіңіздер. Мінекей дәм жазса талай тойда кезгелеріміз, күн сайын өркендеріміз өзгерерміз. Алдымен ағай үлкен кіші рұқсат болса, құда-құдағиға қол соғып тұрып сөз береміз. Рахымға көптен көп рахмет. Ғали мен Айнұр бақытты болсын семьяда. Әрқашанда осылай ойын, күлкімен дастарханымыз тек ойында, күлкіде жайыле берсін. Ал құрметті тойшылық ауыл, бүгін екі жастың қыз ұзату тойы, бұдан кейін үйлену тойына куәгер боласыздар. Екі жас құрған шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, үйлеріңе құт бақыт келіп қонсын, бақытты болыңдар, аңсаған армандарың бар шығар, сол армандарың орындалсын, екі жаққа бірдей болыңдар, туған туысқандарды сыйлаңдар, осы үлкендердің арқасы. Осындай той жасап отқан құда мен құдағиыма рахмет айтамын. Не деп айтамын енді, екі жас бақытты болсын, немере көрейік Алла разса, ендігі жылы қалжаға келуге Алла тағала нәсіп етсін сіздерді. Сол басымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын, ешқандай жамандық болмасын. Айнұр енді менің екінші келінім міне, бірінші келінім бар, екі немерем бар. Сондай немере сіздерге жұғысты болсын, жиен енді. Осылай екі ауылдың арасын табыстырған қыздан айналайын, астын дәмін келтірген тұздан айналайын дейді. Сол бақытты болып, сәлеміміз түзу болсын. Главный, екі құдағи тыныш жүрсе, жастар бақытты болады. Соны білем. Сол үшін екі құдағи тыныш жүреміз. Ай, бәрекелді, құдағи тыныш жүреміз деп уәде беріп тастады, көрдіңіздер ғой. Тыныш жүреміз, все, мен тыныш жүрем деді құдағи. Бәрі естіді, камера бар мінекей. Рахмет. Ал енді Алла жазса, ақ тілектеріңіз ағыла берсін, құда-құдағи бір-бірінің қасынан табыла берсін, осы айтылған тілектер періштелердің құлағына шалына берсін. Құдамызға, екі ағамызға бір тілек айтайын. Ағайын күн тумаса таң атама, бұл жұртым жақсы сөзді жаратама. Қосбұрдай құдамызға тілейтінім, иншалла айналсыншы кәрі атаға. Апайларымызбен мәңгілік бақытты болып міне беріңіздер неше түрлі Тойотаға.
Екі құда 100 жасқа келгенде ол немересі футболист болып сол кезде екеуі тұрсыншы Фаратаға деп бір шапалақ соқып қойсаңыздаршы. Аналарымызға бір тілек айтып кетейін. Мынау Алла жазса денсаулықтарыңыз мықты тәуір болсын, қай кезде де тыныштық дәуір болсын. 2 жастан көрген алғашқы немерелеріңіздің мінезі салмақты ауыр болсын. Оған 5 ұл мен 5 қыз бауыр болсын. Немерелеріңіз жиылып бір ауыл болсын, шөберелер қосылып бір қауым болсын. Алла сәтіне салып қос құдағи 100 жасқа келгенде қолдары памперс ауыстырудан жауыр болсын деп бір шапалақ соқып қойыңыздар деп отырмыз. Рахмет. Ал енді мынау еркелеп мойнын артса ақ білегін перзент елжіретер ет жүрегін бүгін ұзатылып жатқан Айнұрына айтсыншы енді ата-анасы тебіреніп тұрып ақ тілегін деп жатырмыз. Ал әкемізден бастап тілек тыңдайық. Сөзге құрмет. Құрметті жүрегімдерді жүрегімді алып кеткенде кішкене қобалжып тұрмын. Ал енді мынау Айнұрымыздың тойына жеңіп жатқандарына көп рахмет. Енді 2 жас бақытты болсын, әрқашан шаңырақтары биік болсын. Мыңжылдық құда қойы әрқашан бақытты болсын. Ай, бәрекелді. Ата-анаға қыз ұзату оңай емес қой, қашанда өмір заңы осы ғой, бірақ салт дәстүрден қашан ба дейді. Жаратқан иеміз қуат берсін, сана берсін. Құдаларыңыз да, күйеу балаларыңыз да жақсы адамдар екен, қызымыз алаңдамай бара берсін. Әрине, әкеміз толқып тұр ғой, көзінің ағымен қарасындай болған. Бұл дүниеде әрине ата-ананың орны бөлек. Мінекей, осы ата-анамын күнде той бола бермес, дәл осындай тыңшымас көңіл бақыт жол ашылмай, бұл өмірде саған жақын адам болмас, түн ұйқысын 4 бөлген әкең менен анашыңдай деп мінекей анамыз тілек жалғастырсын. Ал енді құрметті қалайық, құдағи, құдалар, келген қадамдарыңыз құтты болсын. 2 жастың көтеріп жатқан шаңырақтары биік болсын. Екі жасқа енді тілейтінім құда мен құдағиды сыйлап, әрқашан табақтарына кір түсірмесін. Әрқашан осы құда мен құдағиды сыйлап өссеңдер, сендер де сол бақытқа кенелесіңдер. Құда мен құдағиға немере сүйгізуге Алла нәсіп етсін. Мен не тілеймін? Әрқашан сол шаңырақтарың биік, керегелерің тең болсын деймін. Әмін айтқаныңыз келсін, аламызда толқып тұрға әрине керілмесін ата-ана, сіздер құрған кереге өйткені бар бойларыңызда өнеге. Алла сәтіне салып келер жылы жастар сыйласыншы сіздерге балдай тәтті немере. Қазақта жақсы сөз бар, балаңды өскенше немереңді өлгенше бағасын дейді. Дәл сол сөзді Өзбекстан Республикасында сәл басқаша айтады екен. Өзбектер айтады дейді, балаң өседі, кетеді, немерең түбіңе жетеді деп қойды екен дейді. Сол сияқты сіздерде 100 жасқа жете беріңіздер, 120, 150 жасқа жете беріңіздер. 150 жастан кейін, пожалуйста, кетсеңіздер кете беріңіздер. Ал ендеше, мінекей, тілек қосылсын, білекке білектер толасын, бүгін жүректер қабыл болсын. Бүгінгі ата-ананың тілектері деп бір қошеметтеп қосып қойық. Ата-анамыздың тілегі, ата-анамыздың жүрегі деп мінекей. Ал оған дейін мінекей мынау аттан жылсақта салттан жылмаған халықпыз. Қос бірдей құдамыздыға төс түйістіріп, қазір мынау құдалықтың мөрін басамыз. Содан кейін құдағи мен құдағи бет түйістіреді. Ол үшін біз қазір разговор скорс алуымыз керек. Құда, пожалуйста, төрге қарай шығыңызшы, мінекей кішкене. Құда, енді сіз қыз алып жатсыз. Бірінші болып сәлем саласыз құдаңызға. Құда, привет деп бір қолыңызды көтересіз. Екінші рет дегенде сіз бір қолыңызды көтеріп құдаңызға сәлем саласыз. Үшінші рет аха дегенде екі қолды бірдей ашасыздар. Марш дегенде жүгіріп барып төс түйістіреміз. Тұрп деген дауыс шығу керек. Жақсы ғой, иә? Келістік қой. Ал келіскен болсақ, ендеше кеттік, маэстро музыканы жібере қояйық.
Barakallah. Ay barakallah мінекей 1000 жылдық құда 100 жылдық күйеу болуды Алла нәсіп етсін мінекей кеудемен әлемі мөр басылды 1000 жылдықтың печаты қойылды ал енді құда болғаныңыз рас қой құда енді мынау халыққа бір естіртіп даусыңызбен өзіңіз айтыңызшы мен құда болдым деп мына халық естісін мен құда болдым қаттырақ айтыңыздаршы кішкене мынау мен құда болдым естідіңіздер ғой алла ағамызды естіп берейік мен құда болдым қаттырақ айтыңыздаршы кішкене мен құда болдым ай бәрекелді естідіңіздер ғой естідіңіздер ал ендеше қос бірдей құдағиден жүгіртпей қояқ енді ортаға келіп бір-бірлеріңізді құшақтап беттеріңізден бір 3 рет сүйіңіздер жаңа құдағи айтты ғой мінекей біз тыныш болсақ бәрі де тыныш болады так что құдағи гарантирует ал қосылып қошеметтеп қояйық қос бірдей құдағиымызға тамаша өнерін көрсетіп отырған мінекей ал келіңіздер сіздер де жүгіре беріңіз құшақтасыңыздар құшақтасып ал келе беріңіздер Ай, бәрекелді, рахмет. Ал, беттеріңізде сүйіңіздер ма? Сүйсеңіздерші, ойпырмау. Үшет енді, үшет. Ай, бәрекелді. Рахмет. Ал енді мінекей, егеменді еліміздің іргесінде ешқашанда жау болмасын, алдарыңызда келергі бөгет болар тау болмасын. Ең бастысы, екі жастың ортасында, екі жақты 1000 жылдық құда-құдағилардың ортасында ешқашанда өкпереніш дау болмасын, бір фото суретке түсіп алыңыздар ортаға, содан соң той түріне билеп жайғасуға рұқсат деп жатырмыз. Мінекей, ал бір билеп қара жоға, ағалар жүр жақтан, жеңгелер жүр мақтан, әр қазақтың төрінен байлық болсын мақтан. Қара жорға ойнаңдар, қой десе де қоймаңдар, қос жүректің шаттығын дәл осылай тойлаңдар. Қара жорға қайдасың, армандарың қалмасын, халық биі осылай ұрпақтарға жалғасын. Мінекей шын талант ешқашанда бұқпайды екен, жамандарды жақсыларды ұқпайды екен, құдамызға қарап тұрсақ, құдамыздың биі аюлардың биіне ұқсайды екен. Ай рахмет, дастархан төріне жайғасуға рұқсат. 1000 жылдық құда 100 жылдық күйеулеріміз тойымыздың төріне, дастарханның өріне жайғасуға рұқсат едік. Ал ендеше алдарыңыздағы ас дәмнен сарғымыз, балғымыздарыңыздан алып көтеріп отырыңыздар. Ендеше мінекей аралары тату болып, арылмаған ырыстан деп мінекей ата-ананың, құда жекжаттың ақ тілегінің лебізінен кейін ортада тағы бір тамаша әсем әнге кезек берейік. Ақ нұр қыздарыңыз ән салады, қонақтар той төріне қарсы алады, аңқылдап, жарқылдап тағы бір тамаша ән тыңдап отырайық ата-ананың лебізіне деп қалеке қабылдаңыздар. Баянның көзіндейсің, жүректің өзіндейсің, ақ жаулы ғаналардан кешегі кезіндейсің, аққуға айналдың да ұшуға сайландың бар мекеніңе. Әулеттің бірігі бол, әдепті келіні бол, жаным сенің айтқан серігі бол. Әулеттің бірігі бол, әдепті келіні бол, жаным сенің айтқан серігі бол.
Бәрекелді. Рахмет Мінекей. Адам түгіл белгілі ғой қайманаға, махаббаттың жолында тайған ама, ғашық адам құшағы, ашық адам мейіріммен қарайды екен айналаға дейді. Ендеше екі жастың дастарханына арналған алақандай жүректегі алатаудай ниеттерді ақтып отырайық, жүрек жарды лебізді тоқтып отырайық. Енді ардақты ағайын, келер сөздің кезегі осында дастарханымыздың төрінен орын алып келіп отырған 1000 жылдық құдай қосқан құдаларымызға болмақ. Құдалы құдай қосады, жастарды пеште қосады дейді. Ендеше құрметті құдағи мен құда, аттарыңыз атап түрлеріңіз түстемейік, барша жүректеріңіз, тілектеріңіз бір. Барша құдай қосқан құдаларды той төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Келіңіздер, ақ тілек тағытып беріңіздер, билеп асабаның өріне, қойымыздың төріне. 1000 жылдық құдалар, рахмет, арарды балыстан келе құшақ жайысқан қызын алып, қыз берген қызықтарын бір көрген құдайына қимайтын, құдайындай сыйлайтын, құдай қосқан құда-құдағи қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал тілек тізгіні өздеріңізде. Тілек айтпас бұрын ағамыз бір тансырып кетуге де рұқсат деп жатырмыз. 1000 жылдық тойда отырған құдаларды ендеше микрофонды өзімізге берейік. Қалайда құрметті қадірменді ағайын, бүгін Айнұрдай аруды елімізге келінгі қондырамыз деп мінекей осы құдалар составы келіп отыр. Енді құдалар таныстырып өтейін. Енді жаңағына танысып өттіңіздер. Бауыздар құдаларыңыз Жездем Жамбыл. Міне бір жаңа бір шапала құрып отырыңыз. Жамбыл Жездеммен осы Гүлден апайымның бүгінгі қуанышы. Бұл кісілер енді Қыпшақ руынан білесіздер. Енді Қыпшақтың алдан кешегі сұлтан, кешегі бейбарыс. Бүкіл Мысырды билесе, кейінне Қажы Мұқан бабамыз бүкіл әлемге атай келіп болған. Міне солардың ұрпақтары осы жерде міне Қыпшақ әулеті. Оның ішінде Жездемнің Асқардаудай анасы бар. Анасы бар адамдар қартаймайды дейді. Бұл кісінің қартаймай жүрген сол анасының барлығы. Енді ол кісі қазір біздің ортамызда жоқ, келе алмады. Дегенмен Құдай қаласа алда көресіздер ол кісіні. Одан кейін менің жаңағы Гүлден апамның да тәтемдің анасы бар. Өзіміздің анамыз осы жерде осы қуанышты армандап, осы қуанышқа жетсем ғой деп тілек тілеп жүрген менің Жұмакүл деген анам отыр осы жерде міне. Бір шапалақ көзі бастап берген. Одан кейін әулеттің үлкені деп жатамыз ғой, жалпы әулетті осы қазіргі таңда үлкені болып Мұрат ағамыз жүр ортада. Жездемнің ағасы, құдаларымыздың ағасы Мұрат және жеңгеміз Нұржамал бүгін келген. Одан кейін мінекей тағы да жаңағына бата берді үлкен жездеміз Мұқажан жездеміз және тәтем ата Гүлбаршын апамыз мінекей осы жерде. Одан кейін жездемнің үлкен ағасы болған Уақит ағамыз ол кісі дүниеден озып кетті. Дегенмен осыны жеңгеміз көріп жатыр. Ортамызда құдаларыңыздың жеңгесі Рая тәтеміз тұр. Келіп отырған. Одан кейін бермен қарай таныстыратын болсақ, одан кейін жерде жездемнің тағы да құдаларыңыздың жездем деп айта беремін. Құдаларыңыздың апа жездесі Рамазан Мүгілсім. Мінекей туған апа жезделері. Одан кейін енді жаңа тәтеммен құдаларыңыз айтып жатыр ғой, міне біздің екінші қуанышымыз бұл. Осыдан 4 жыл, 5 жыл бұрын Шырайлы Шымкентпен құда болғанбыз. Ол жерден де ару қыз қондырғанбыз. Қазіргі таңда біздің жақсы келініміз дүниеге 2 перзент әкеп берді. Оның өзі мінекей таяуда ғана дүниеге қыз келді. Сол Шымкенттен келіп отырған құдағиымыз
Рахима құдағиымызға бір шапалақ. Қадамымызға гүл бітсін құдағи деген. Одан бері қарай таныстырып өтетін болсақ, осы жерде жездемнің құдаларыңыздың қарындас күйеу баласы дегенмен Ғанидың апа жездесі осы жердегі Манас пен Анархан ханымға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Одан кейін жездемнің өз бауырларының ішінде кенжесі Гүлден күйеу баласы келген жоқ, Есендің күйеу баласы бар, жездемнің Гүлден қарындасы. Одан кейін жездем жақ болды ма? Динара бар ма? Динара мінекей, Мұрат ағамыздың қызы Динара құдашыларымыз. Енді қазақ айтады ғой, нағашы ер жігіттің үш жұрты бар дейді. Енді біз сол нағашы жұртынан келіп отырмыз. Нағашы жұртынан келген тәтемнің інісі, бауыры, қазіргі таңда ұлдарының үлкені міне. Ол жерде мен атым Мейрам болады, Күнсұлу осы жерде келіншегім тұр. Одан кейін тәтемнің өз соңынан ерген сіңлісі Гүлбира, жездеміз Малик, жездеміз бар. Одан кейін енді менің де соңынан ерген бауырым бар, тәтемнің бауыры, осы жерде Марлен, Айнұр деген мінекей келініміз бар. Одан кейін тәтемнің кенже қарындасы, сіңлісі, өзіміздің қарындасымыз Әсемгүл, біздің үйдің нағашылардың әулетіндегі кенжесі, қызы Гүлназ. Одан кейін енді кім таныстырған? Жездемнің өмірге әкелген 3 баласы бар. 3 баласының ішінде мінекей, бұл енді жездем балалардың бәрі өте керемет, мен жиендерім. Соның ішінде айғайлап тұрып айтам, мақтанып тұрып айтам, Әлішер деген мінекей осы Ғанидан үлкен, жездем мен тәтемнің тұңғыштары. Медицинаны көп жылдар бойы оқуын, екеу емес 3 оқуын бітіріп, Қызылға бітіріп, қазіргі таңда үлкен дәрігер осы Астанада. Одан кейін осы жерде құда бала Ғанидан кейінгі інісі, осы шаңырақтың кенжесі, осы жерде Аян деген баламыз жүр. Оны таныстыра жатамыз. Сосын менің ұлым Расул да осы жерде әнші. Сол біздің келген состав осы, құрметті құдалар. Рахмет, мына алғыс, міне, құданы құдай қосады, досты періште қосады дейді. Міне, әулеттеріңіз өте текті әулет екен. Жаңа танысқанда естіп жатырмыз, көріп жатырмыз. Енді Ғанидың енді өз жұрты нағашы қыпшақтар болатын болса, нағашы жұрты бізде арғыннанбыз, оның ішінде сүйіндіктің ішінде 4 ұлмыз. Енді мақтанып айтар болатын болса, мынау Әлке Марғұлан, ғалым, мынау бүкіл қазақ еліне атайгілі қасиетті Мәшкүр Жүсіп, бәрі біздің осы аталарымыз. Міне бізде тегін ұлыдан емес, біз сол себептен қадамымызға гүл бітсін, 2 жас бақытты болсын. Ғаниға мен сенемін, өйткені Ғани кішкентайынан өзі қай жағынан болмасын епті, қолынан келеді, техника жағы да келеді, білімі де бар. Құдайға шүкір, бір әулетті жақсы ер азаматы болып ұстап кететін азамат. Құдай қаласа, енді Айнұрда тегін азамат емес екен, жанына міне Ғаниға өмірлік серік болам деп тағдырларында ұштастырып жатсыңдар. Енді келесі өмірлерің енді жалпы семьялық өмірге аттанып жатсыңдар. Осы өмірде еш қиыншылық көрмеңдер, бақытты болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар. Менің жолымды берсін, мен көп балалы отбасымын. Сол себептен Аян, мынау семьяны ұстау, ол еркек азаматтың жалпы міндеті. Сен бүгін Ғани, сен үлкен міндет алып жатсың ойынан. Сол себептен осы міндетіңді өміріңнің соңына шейін жақсылап атқарып, ертең үбірлі шүбірлі, мынау аталарың отырған үлкен қараш қандай қариялар. Осы кісілер қариясы бар үйдің қазынасы бар дейді. Міне осы қариялар бар үй, міне қариясы бар үйден шыққан сендер жаман емес, жаман болуға тиісті емессіңдер. Сол себептен осы аталарының жолын берсін, жасын берсін. Ата, сіздер бата беріп осыларға ортамызда отыра беріңіздер. Сіздер барда, иншалла, біздер еркелеп жүре береміз ғой. Міне сіздердің барлықтарыңыз осының бәрі. Ақыл беретін, осы бізге жолға салатын, осы сіздердің адал жүректен шыққан ақ баталарыңыз. Мен сол баталарыңыз қабыл болсын. Ал енді аналарымыздан бастайық бір ауыз тілек. Құдаға зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан тілеймін. Дендерің сау болсын құлындарым, құрбы құрдастарың алды болыңдар. Еңбекте жемісті болыңдар. Жолдастарың алдында беделді болыңдар құлыным. Өмірде еш қандай ойын қайғы өтпей, ағып өтіңдер ақын соғысап. Сендерге сол тілейтін құлыным. Жақсымызды берсін.
құрметті қауым, құда-құдағилар, Ани мен Айнұрға тілейтінім денсаулық, зор байлық, бақыт, жолдарың ақ болсын, армандарың орындалсын. Екі жақтың үлкендерін сыйлаңыздар, мейірманды болыңыздар. Енді осындай той әр жанұяда бола берсін. Осылай балаларымыз қызықтап, ойнап көріп жүре берейік. Жамбыл мен гүлденге тілейтінім денсаулық, зор байлық. Осы балапандарының қызықтап, орталарында ойнап көріп жүре берсін. Құрметті құдағилар, мінекей Жамбыл, Гүлден, мына жақтан мінекей жаңалық, қайшылы мінекей құда болып жатсыңдар. Қайырлы құтты болсын. Қазақ қай жерде жүрсек те бірімізге біріміз бауырымыз ғой. Онан қалды мінекей біздің Ғани мен Айнұрдың арқасында мінекей 1000 жылдық құда болып жатырмыз. Енді осы құдалығымыз ұзағынан болсын деймін. Мінекей сый құрметтеріңе рахмет, жақсы қарсы алып, осылай күтіп жатсыңдар. Екі балапанға тілейтінім құрған отаулар қайырлы құтты болып, мынау жаңа Қазақстанымыздың жаңа отауы мәңгілік болсын, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, қауым құда-құдағи, мына тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Маған бері көп кептер айтылып отыр, сол Аллах құлағына шалсын. Екі жақ бақытты болсын, дегендеріне жетсін. Ғани, Айнұр, мына құда қаласа келе жатқан шаңырақтарың құтты болсын, айналайындар, бақытты болыңдар. Жамбылда, Гүлден құдағи, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Күйеу бала 100 жылдық, құдалық 1000 жылдық бола берсін. Той қаласын. Құдағилар, сіздерге өте көп рахмет. Осылай бізді күтіп, қарсы алғансыздар. Жаңа аталарымыз айтып кетті, ата тектеріміз мықты, сондай батыр адамдар, сондай ғылым, білім жағынан өте жақын адамдар деп. Мен ойлаймын, осы Ғани мен Айнұр, осы аталарымыздың, аналарымыздың осындай терінен болғаннан кейін тек бақытты, мықты отбасы болады деп. Сіздерге тілейтінім осы тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Балалар өте жақсы отбасын құрып, жаңа немере болып, шөбере болып көбейе берсін. Тойларымыз өте көп бола берсін. Армысыздар, барымсыздар. Бәріңізге осы той құтты болсын деп айтамын. Құда-құдағилар отырған сіздерге 1000 бір рахмет. Бүгін міне сіздерде ұзату тойы болса, ертең бізде үйлену тойы болады ғой. Біріншіден қыз берген жақ көңілі кішкене төмен болады. Алып жатқан жақ конечно көңілді болады ғой. Енді оны басымыздан өтті, білеміз. Өзімізді 2 қыз ұзатқанбыз. Құдайға шүкір, қазір жиендеріміз бар, жүрген ата деп, әже деп, мектепке де барып жатыр. Басы сол сіздерге де жосты болсын деп айтамын. Осы үйленіп жатқан балалар бақытты болсын деп айтамын. Құда-құдағилар екі жаққа жақсы болып, бір-біріңізге тату тәтті болып, немере сүйіп, қызыққана көре беріңіздер. Арамызда отырған қарттарымыз бәрі аман болсын, сау болсын, Алланың берген жасын жасай берсін, ауырмасын, сырқамасын деп айтамын. Дастархандарыңыз әрқашан қызық, қуанышқа ғана жайыла берсін. Амандық болсын, саулық болсын, сәлеміміз кездескенде дұрыс болсын деп айтамын. Аман болыңыздар бәріңіз. Құда-құдағилар, құда болғандарыңызға 1000 жылдық болсын. Бажамның құда 2-ші рет болып жатыр, міне 2-ші рет қызығына көріп жатырмыз. Сол қызықты бізге де берсін, жастар бақытты болсын. Денсаулық тілеймін. Туған туысқандардың айлығында бәрі бақытты болып, тек қана осылай тойда кездесе берейік. Әумин. Ал Ғани, Айнұр, бүгінгі осы тойлар құтты болсын. Біз құда 1000 жылдық болайық. Сен күйеу 100 жылдық бол. Осылай әрқашанда семьяда бақытты болыңыздар. Құда-құдағи, осы
құтты болсын сіздерге. Үлкен қыздарымыз санақ көтеріп жатыр. Бақытты болсын 2 жас. Үлкен қарияларымыз аман болсын, өмір жастарымыз ұзақ болсын. Сол бәріңізге денсаулық тілеймін, аман есен болыңыздар. Кім тұрмысқа шықпай жүр, үйленбей жүр, бәріне осы той жұғысты болсын. Бақытты болыңыздар. Әумин айтқандарыңыз келсін. Ал қалған құдаларымыз қосыламыз дейді. Жүректері бір, тілектері бір. Әрине үлкенде сөйлесе, біз әмин деп тұрсақ, соның өзінің ұрысында нұр болады ғой. Ал енді ардақты құда-құдағилар, мінекей ақ тілектеріңіз ағыла берсін. Ағайын туыс бір-бірінің қасынан табыла берсін, тілектер, періштер тұқалға шағыла берсін. Енді аттан жылсақ та салттан жылмаған дәстүр бойынша 1000 жылдық құдаларға құйрықтай тәтті, бауырдай жақын болақ деген ниетте той иелері дәл осы тұрған орындарыңызда құйрық бауыр асат жіберейік деп жатыр. Ендеше сол рәсімді құптап, бір-бірімізге ауыз толтырып құда болдық деп айтарлықтай той төріне құйрық бауырды қарсы алайық деп жатырмыз. Қаттырақ қол соғайық, құда десейік, құйрық бауыр жесейік, құйрық бауыр жемесек, несіне құда десейік дейді. Орыстан айтады деген. Ал келіңіздер. Ал 1 минут, неге, ал жеңгелері. Құда дегізге, құйрық бауыр жегізге, құйрық бауыр жемесең, несіне құда деңіз оя. Үлкен құда ардақтым, кіші құда салмақтым, құйрық бауыр берейін, тістеп алма бармақты. Үлкен құда әнекей, кіші құда мінекей, құйрық бауыр берейін, кәделерің кәнекей. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр жемесең, несіне құда дейміз оай. Құйрық бауырды асатып рәсімдерін жасатып алайық деп жатырмыз. Мінекей 1000 жылдық құда 100 жылдық күйеу болуға нәсіп етсін деген ойдамыз. Құда говорю, құйрық бауыр подаю дейді. Орысқа да екен. Бәрекелді, рахмет. Ал енді құйрық бауырды асастық, рәсімдерін жасастық. Енді мынау той үйлерінің атынан құдалардың арналған кәдесыйлары бар екен, сол кәдесыйға кезек берейік. Содан соң құдалардың атынан бір музыкалық ән шашу, Расул ұлымыздың әніне құлақ түретін боламыз. Ал ендеше шайындаймыз, заварка, тойдың сәні подарка. Сый-сияпаттарымыз табыстаймыз ба? Ал қабыл алыңыздар, келіңіздер. Келіңіздер, қайдан айтқан орнымыздан тұрғызып құдаларды мазаламайық деп жатыр той иелері. Деген ниетте бүгінгі той иелерінің атынан сый-сияпат қабыл алыңыздар.
мінекей сый-сияпатты бөлісіп ордамыздан келіскен болсақ, құда-құдағилар, бері қарай жақын тұрып бір фотоға түсіп алайық дейді. Мінекей ағай туыстың ортасында, игі жақсылардың арқасында келіңіздер. Bir foto болсын, содан кейін құда-құдағилардың құрметіне әсем ән тарту етеміз. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені балаларым қызым болсан, өзіңе арайлы бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, хабардай бұлымды жазып жүзім болсам, как нәзік бұралған өзіңсің гүл арман. Спокойно, мен жалтақтап тұрайын. Бәрекелді, құда, мәңгілік болайық. Бәрекелді, құданың құрметіне болсын ба? Кеттік ендеше. Алғаны гитарда сіздердің құрметтеріңізге болсын, қабылыңыздар. Құдашыларға тұрмыз қанекей. Отвечаю, без секретного вина. Его музыку сыграю, без знаю.
что за жизнь без жертвы. На востоке, что на небо без луны. На востоке, что за жизнь без жертвы. Тамаша өнерін тойдың төртте жебесін деген ниетте Расул Құда баламызға алғысымызды білдіріп отырайық, баршамыздың көңілімізді көтеріп бір марқайтып билет бастарда дауыс жай шейін бір сауысқандай. Мынандай дауысты естіген кезде мынау қыздардың ақылы сауысқа дейді деп осы бетте біз. Ал жақсы рахмет, той төртте жайғаса ғой. Ал біз кешімізді жалғастырып отырайық, әсем ән күйімізден кейін жүрек жарда тілек лебізімізді алмастырып отырайық. Құрметті қонақтар, мынау мини антракт болды. Үлкен антракттың алдындағы қазір бір-екі тілектің тізгіннен кейін үлкенде антрактыға шығатын уақыт жетеді. Ендеше тойымыздың төрінде мынау үйдің жақсы нағашынан, ұл мен қыздың жақсы нағашынан дейді. Жастарымыз қайда? Жастарымыз бірге шығып кетті ма? Ай, бәрекелді. Ал енді былай жасайық. Қазір жастарымыз келгенге дейін бүгінгі баршамыздың тілегіміз бір, жүрегіміз бір. Айнұр қарындасымыздың ұзату тойы бұл себепкер болып тұр бүгін кешімізге. Айнұрдың есімінің әріптерінен басталатын тілек айтамыз. Бірінші әріп А. Жастар қандай болсын? На букву А. Какие пожелания? Адал, ақылды, арман тілегіне жетсін. Ардақты отбасы болсын. Ақшасы көп. Қандай? Бәрекелді, ақ жарқын болсын. Аман жүрсін дейді. Рахмет. Келесі әріп Адан кейін И. Жастар қандай болсын? Инабатты. Ибалы, инабатты, иманды. Иномаркалы. Иномаркасы көп болсын дейді. Тағы. Инстаграмда жұлдыз болсын дейді. Ой,
Тағы. Индияның махаббатын берсін дейді. Мәссаған не деген тілек мынау десеңіздер шығар. Жамбылдың жасын білесін, Индияның махаббат бір жетесі тұр. Рахмет. Келесі, Айнұрдың келесі әрпі буква Н. Жастар қандай болсын? Нұрлы болсын. Намышылы болсын. Назды болсын. Нағыз келін болсын дейді енесінің тілегі қалаңыздар. Нормальный келін болсын деп рахмет. Келесі кеттік. Айнұр, ол деген әріп жастар қандай болсын? Ұрпақты болсын. Ол қыздар көп болсын, бәрекелді. Ұлағатты болсын. Ұйымдастырушы болсын дейді ағамыз әнекей. Ұстаз болсын, ұлағатты ұстаз болсын. Бәрекелді, қандай дамышы тілектер. Айнұрдың келесі әрпі Р деген әріп жастар қандай болсын? Рақымшыл болсын. Разы болсын. Рызық несібесі мол болсын дейді апамыз. Тағы. Рухшыл болсын. Романтичная болсын. Бәрекелді, қандай тамаша тілектер. Ал қосылсын білекке білектер, туласын бүгін жүректер, қабыл болсын осы айтқан тамаша жақсы тілектер. Ғайнидің да есімдерінен айтып кетейік, өкпелеп қалмасын. Буква Г. Қандай болсын жастар? Ғажайып жұп болсын. Ғибратты болсын. Ғалым болсын. Ғанибетті жұп болсын. Ғажап болсын. Ғұмырлар ұзақ болсын. Бәрекелді. Ғайни, келесі әріп А айтылды, И айтылды, Н айтылды. И айтылды, бәрі айтты, тоқақаған айтылмай қап. Жақсы рахмет. Ал қосылсын білекке білектер, толасын бүгін жүректер, қабыл болсын осы айтылған барлық жақсы тілектерде бір шамақ соқпайық бір-бірімізге. Ал біз кешімізді жалғастырамыз. Келер сөздің кезегі. Ортада үйдің жақсы ағашынан, ол мен қыздың жақсы нағашынан Айнұр қарындасымыздың бір топ нағашы жұрты. Табиғат уатқан нағашылары бастаған Алтынжан, Ойғырхан нағашылар қостаған Шолпан, Байқалған, Айман, Амангелді, Айнажан, Ерболат, Ермегүл, Ермек, Лейла, Дінібай, Гүлнұрдай нағашылар жарқын жағалар ортада. Қарсы алайық, қол салайық, нағашыларға тамсанайық, билеп қой төрде асабаның өріне келіңіздер. Сәлсін айман әкесі, анықтадым сұрадым, көкпесеу бар кәпесі, ысқырықты мен салайық, күріттардан ауылына, келші менің жаныма, ғашық болдым қайден ай, ғашық болдым. Ай, бәрекелді, не деген би, не деген тамаша көңіл күй нағашылары қош келдіңіздер. Ал ниеттілік өздеріңізде, үлкендер сөйлейік, жастар қосылып билейік десек қалай қарайсыздар. Ал келіңіздер, үлкендер ағаларымыз қайда, жарқын жағаларымыз қайда. Ал келіңіз, ағамыз сөйлейсіз, апамыз сөйлейді, бір қадам алға, ортаға, сөйлейтіндер ортаға, бір қадамнан, тағы да, ал тағы да, ал келіңіздер, ағамыз келіңіздер ортаға. Ал жақсы, ал үлкендерімізді тілеп бастайық. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Келген адамдарыңызға гүл бітсін. Мен енді қысқаша таныстырып кетейін. Біз Айсұлу жақтың нағашылары боламыз. Мен Айнұрдың, мен Айсұлудың үлкен ағасы болам. Бүгін кеттігендіміз бар. Мына кісі ең үлкен ағамыз, өткен үлкен жеңгеміз Табиғат ат, Бақсың ат Амангелді. Ар жағында тұрған жігіт Айсұлудан үлкен қарындасымыз Айман деген бір жолдасы болады, аты Байқалған. Айман өзі міне тұр. Енді үлкен қарындасымыз Шолпан деген болған, ол кісі бүгін келе алмады, күйеу баламен. Бір бала кішкентайлары ауырып сырқаттанып сөйлеседі. Енді ары қарай үлкен ағамыздың үлкен күйеу баласын жерде Ерболат деген жігіт тұр міне. Қарындасымыз Ермекгүл міне, қызы көйлекті. Одан кейін Дінібай Лейла деген екінші қыз баласы бар ағамыздың міне. Жолдасы Ермек міне. Ақкөл ауданында тұрады осы Астананың қасында. Одан үшінші баласы Дінібай деген бауырымыздың семьясы Гүлнұр міне келдіңіз.
Кенже ұл ағамыздың міне Келгенбай деген жігіт бар, міне басы бос. Бүгін жоқ әлі. Иә, құда болатын кісілер болса, иә, ашық сөйлесеміз. Иә. Енді басқа, енді осы қысқаша бізде таныстырғанда. Иә, Алтынжан мен Айнажан деген екі кісі міне жаңағы. Айнажан мен інімнің жолдасы болады, Алтынжан менің жолдасым мен кісі. Иә. Сол қысқаша. Енді бүгінгі осы екі арамыз бақытты болсын, мен тілейтінім екі жаққа сыйлы да сыйымды үлкен азаматтар болсын. Осы қазақ еліміздің бір жақсы үлкен семьясы болсын деп тілейміз. Алдыңғы үлкен аталарының, ағаларының жолын берсін. Екі жаққа да сыйымды болсын. Осындай жақсы қызметті барлықтарыңыздың бастарыңызға берсін енді. Не айтамыз енді осы екі жақтың ортасындағы бір тәнекер көпірі болып жүруді Алла нәсіп етсін. Сіздерге де енді көріп отырмыз қандай адамдар екендеріңізді енді. Осы екі баланы ары қарай енді өздеріңіздің жолдарыңызбен жүреді деп есептейміз. Енді көтеріліп жатқан шаңырақтары биік, керегелер кең болсын. Аман болсын, қайда болса. Жұмыстарында табысты болсын, тек бақыт тілеймін. Сәлеметсіздер ме көпшілік қауым? Жаңалық Айсұлу, бүгінгі жасап жатқан тойларың құтты болсын. Алғашқы балаларың ақтарыңнан жарылып ағдас таққандарың жайып жатсындар. Енді осы барлық бүгінгі айтылып жатқан үлкендердің, әулеттің, құдалар жағының баталары қабыл болсын. Барлық бата тілекті айтылып жатыр ғой, таныстырып жатыр. Не тілейміз енді, осы екі баламызға бақыт тілейміз. Ендері сал тек қана береке бірлікте, екі ауылдың ортасының алтын көпірі болып, тек қана жақсылықтарға жүрейік, екі жақтың құдалары. Құдалар, төрге шығуларыңыз құтты болсын. Әрқашан тойда басымыз қосылсын. Барлық тілектер бүгінгі айтылған періште әмин десін. Екі баламыз бақытты болсын енді. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Міне бүгін менің бажам Айсұлу мен жаңалықтың үлкен қызы той жетіп, егіз жетіп құтты мекеніне қонып жатыр. Енді осы екі баламызға бақыт тілейміз. Өзінің ағайын туысы, жаңалықтың ағайын туысы, Айсұлудың ағайын туысы, нағашысы дегенде мұнда құдалары болып келіп жатсыздар. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Енді әрқашан осы қайда жүрсектерде осындай жаңа жақсылықпен осындай тойдың маңында кездесіп жүрейік. Енді өмір деген үлкен кеменің жолын жаңа бастап жатыр. Жолдар талмасын, қанаттар талмай, жолдар ұзағынан болсын. Бақытты болыңдар барлығы. Ассалаумағалейкум, құрметті құда-құдағилар, құдашалар. Қош келіпсіздер, адамдарыңыз сауаттан болсын дейміз. Мен осы құда-құдағи айтарым, Айсұлу екеуміз егізбіз. Егізбіз екеуміз 1976 жылы туғанбыз. 47 жасымыз. Егізімнің тойы. Айсұлу менен бұрын тұрмысқа шыққан. Содан кейін бала көтере алмай жүрді. Мен үйленгеннен кейін Айсұлу бала көтерді. Алланың кіндігіміз бір екен түйсі. Мұнда осындай да жағдайлар болады екен, бірінші рет көрдік. Ал құда-құдағилар, келіндеріміз құтты болсын, шаңырақтар берік болсын. Енді өз жұртта жаман емес, бағына құдалар танысып кетті. Ағаш жұртта жаман емес. Жаман жұрт болмайды, жаман адам болады шығар. Жаман жұрт ешқашанда болмайды. Әрқашан осындай бауырларымыз бақытты болсын. Бір ән орындап берейін, шамам келген жоқ. Білсеңдер қосылып отырмыз. Бәрекелді, ал қосыламыз дейді жастар жағы, қосылады жүректер тілектері. Бір, ал кіндігі бір егіз ағасын тілек, өлең айтсын. Әрине, байқап жүрсіз, аман жүріңіз өзіңіз, байқап. Кіндіктеріңіз бір екен деп біздің. Ерекет, домбыра, или жастар, кет домбыра сұқ. Қалдар айтайын, қарындасым туралы бір ән айтып берейін. Қарағым айналайын, қарындасым.